Сөздікпен жұмыс. Алгоритмді әзірлеу. Разработка алгоритмі. Алгоритм development. Алгоритмді орындау. Выполнение алгоритмі. Алгоритм execution. Егер сен берілген есепті шығару үшін қандай да бір программалау тілінде программа жазғың келсе, онда алдымен есепті шығарудың алгоритмін құруың керек. Алгоритм математикада ең бір іргелі ұғымдардың бірі. Алгоритм берілген есепті шығару барысында біртіндеп қандай әрекеттердің орындалу керектігін, олардың ретін дәл көрсететін командалар тізбегі. Алгоритм белгілі бір реттілікпен бірінен соң бірі орындалатын бірнеше қадамнан тұрады. Алгоритмнің әрбір қадамы бір немесе бірнеше қарапайым операцияларды қамтиды. Алгоритмнің төмендегідей қасиеттері бар. Алгоритмнің дискреттілігі. Бұл қасиет алгоритм түрінде жазылған есеп шешімі жеке қарапайым командаларға бөлініп, орындалу ретіне қарай орналасқанын көрсетеді. Кез келген есепті бөліктерге жіктеп, орындауға болады. Алгоритмнің анықтылығы. Бұл қасиет алгоритмнің әр командасы орындаушы үшін түсінікті болуын және мәнсіз орындалмауы керектігін көрсетеді. Алгоритмнің нәтижелілігі. Бұл қасиет алгоритмнің міндетті түрде белгілі бір қадамдардан кейін аяқталып, нәтижеге жететінін көрсетеді. Алгоритмнің жалпылығы. Бұл қасиет есепті шешуге арналған алгоритмнің осы типтес есептердің барлық мүмкін мәндері үшін орындалатынын көрсетеді. Алгоритм ұғымы математикада ертеден бері қолданылады. Математикалық теория объектісі ретінде кейбір проблеманы зерттеуге байланысты тек 20 ғасырдың 30 жылдарында қарала бастады. Алгоритмді сипаттаудың бірнеше түрі бар. Олар бірінші алгоритмді сөз және формулалар көмегімен сипаттау. Екінші алгоритмнің графикалық сипатталуы, яғни алгоритмді арнайы графикалық схемалар, блок схема көмегімен сипаттау. Үшінші алгоритмді псевдокод арқылы сипаттау. Псевдокод дегеніміз алгоритм қадамының нақты программалау тілі операторларын қолданбай жай тілмен сипатталуы болып табылады.